Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін YouTube каналымда мөңке балығын, яғни карасьті қуыру және де духовкада пісіру рецепттерімен бөлісетін болам. Мен үйде өзім отбасыма да, қонақ келген жағдайда да балықты тек қана осылай қуырамын және де пеште осылай пісіремін. Менімен бірге болыңыздар және де достар, мені қолдап, маған лайк басып кетіңіздер. Достар, менің ойымша ең тәтті балық ол карась, және де ол карастың өте сүйектері көп болады, білсеңіздер. Сондықтан біздер тазартып жуған кезде осылай ұсақтап карась балығын турап тастаймыз және де жақсылап тұздаймыз жуып. Ал енді клярына келетін болсақ, 2 жұмыртқаға 50 грамм ұн салып, оның үстіне шым-шым тұз салып, 100 грамм сүтін құямын да жақсылап балық қуыратын кляр дайындаймын. Көп жағдайда достар балықты жай ғана ұнға араластырып пісіреді, бірақ ол кезде майыңыз күйіп және де түбіне ұнның тұнбасы түсіп қалады. Ал мына клярда қуырылған балықтың түбіне ешқандай да тұнба түспейді, майыңыз сол күйінде қалады. Достар, сіздің жасап жатырған клярыңызда ұнның комоктары болмау керек. Жақсылап вилкамен араластырып, комоктар кеткенше, яғни араластыру керек жақсылап. Байқап тұрсаңыз, достар, менің клярым кішкене сұйықтау. Егер де сіз клярыңыз кішкене қою болсын десеңіз, онда сүтін аздау құюға болады. Міне жақсылап мен клярымды араластырдым, менің клярым дайын болды. Ал енді осы клярымды мен осындай кішкене жайпақ ыдысқа құйып алдым. Өйткені менің балықтарым кесілмеген, яғни тұтастай қуырайын дедім мен балығымды. Сондықтан осындай маған жайпақ ыдыс керек болды. Енді тазартылған, тұздалған, жақсылап жуылған балығымды мен осылай клярға салып қоямын да табаға сұйық май құйып, майымды қыздырамын. Қызып тұрған сұйық майда карасімізді 2 жағын қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз, достар. Мен мына жерде әрбір піскен балықтың үстіне осылай пияз салдым. Өте дәмді болады, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Менің карастарым пісіп қалды, ас болсын бізге. Сіз де осылай жасап көріңіз. Достар, енді тап осы мөңке балығын духовкада пісіреміз. Ол үшін құйрығын, керек емес барлық артық қанаттарын барлығын кесіп тастаймыз, жақсылап жуамыз, және де ұсақ сүйектері бар болғандықтан карастың осылай әрбір қабырғаларын кесіп шығамыз. Сол кезде сүйектер ондай қатты білінбейді. Ал енді 2 балығымды жақсылап тұздаймын, бұрыштаймын. Қандай приправалар бар, өзіңіз қандай приправа салғыңыз келеді, соны салып, жақсылап маринадтап қоямыз. Яғни. Менде мына жерде прованские травы, куркума, паприка және де приправа для рыбы специально. Осылардың барлығын жағып, үстіне жақсылап жағып шықтым. Ал енді достар, пешіміздің табасына мен осылай фольганы төседім да, оның үстіне сары май жақтым. Бір келкі алып сары май жағып, осылай видеодағыдай жағасыз. Және де үстіне кесілген пияздарды салып шықтым. Ал енді осының үстіне 2 балығымызды салып қоя тұрамыз.
Және де осы балығымыздың жан жағына осындай бортики жасап фольгамызды көтеріп қоямыз. Өйткені қазір мен сметанный соус жасайын, балықтың үстіне құятын. Ол соусым жанына төгіліп кетпеу үшін осылай жасап қоямын. Ал енді бір жұмыртқаны шұңғыл ыдысымызға жарып, оның үстіне кішкене тұз салып, қаймақ құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 3 дана сарымсақ турап салдым. Енді осы соусымды балықтың бетіне біркелкі етіп жағып құйып шығамыз. Және де қызып тұрған 200 градус пеште 40 минут пісіріп аламыз. Достар, егер де мен рецептім ұнап жатса, мені қолдап, маған подписаться етіп, рецепттеріме лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де сіздер өзіңіз қандай балық жақсы көресіз, оны қалай қуырасыз, рецептіңізбен комментарийда бөліп кетуіңізді сұраймын. Ал менің балықтарым керемет болып, румяный цвет болып пісіп шықты. Егер де ұнаса, лайк басыңыздар. Ас болсын. Менің видеомды тамашалағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.